Армысың, асылдым, қалайсыздар, менің сүйкімді көрермендерім. Мынандай сұрақ келіпті, жалпы болжамға көрейік. Жаңа ер азаматпен, жігітпен қашан, қай жерде танысасыздар? Опырам кеттік. Бүгін сәрсенбінің сәті. Тадам деді ғой. Иә, бітті, танысасыздар жақын арада, өте тез қасыңызда ол адам. Мына жерде қайғы мұңда отырсыздар. Неге? Ажырасқандар болса, мынандай өткен дерді жіберіңіздер. Мен ардымда амалдар бар, жіберуге жіберіңіздер. Қашан жібересіздер? Сол кезде өзіңіздің күш қуатыңыз өзіңізге қайтып келеді, өмір ары қарай жалғасын табады. Иә, періштелерден де көмек сұраңыздар, ұлы күштерден. Білен, депрессия, стресс дегеннен шығыңдаршы. Өз жолдарыңызды өздеріңіз жауасыздар, қыздар. Махаббат тұр, дайын, бірден шықты. Мына жерде өткен өмірді жіберулеріңіз керек. Қазір бір амал салып жіберем онда. Не, мына жерде жаңаша естеріңізге түсіріңдерші, мысалға ең алғаш өмірді сүріп жатқандай, жастық шағыңыздай, мейлі жасыңыз 95-те болсын, жастық шағыңыздағы күш қуатыңыз болу керек. Мына жерде сол қуатқа, сол құтқа келеді. Әйтпесе, иә, мына жақта бала көңіл, үйде жаңағыдай бірдеме пісір жіберіп, салат тура жіберіп, үйді жина жіберіп, шашыңызды боя жіберіп, білмеймін, мына жақта бір өлең қосып, билеп, кока джамбоға, қазір қандай өлеңдер мода болып жатыр, анау гата онлиға бүйтіп билеп. Иә, бұл жерде өз-өзіңіз мынандай жаман күйден шығуыңыз керек. Бопты, шығасыздар, қай жерде танысасыздар и қашан? Міне, мұрныңыздың алдында тұр. Міне, бүгін болды, міне танысасыздар. Шығыңыздар сондай көңіл күйде, билеп, үйдегі мусордың бәрін төгуге, мусор төгіп, нан алуға шығыңыздар, міне алдыңызда тұр. Білмеймін, мына жерде деген бүкіл тағдыр сізге мә деп әкеп тұр. Аяқты төменгі әлемде мә деп тұр. Болды, қыздар, бақытты болыңдар. Жақсы хабар күтем сіздерден. Өмін Тәңірлі Құдай өмін.